Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде апта қорытындысы. Сіздермен бірге Аянат Жұмадилова. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире итоги недели. С вами я, Құмарғазы Айғанов. Өскеменде Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев және Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағановтың қатысуымен академик Қанипа Бітібаеваның 80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Бұл жиынға қатысушылар арасында мектебіміздің бірқатар мұғалімдері де болды. Ал мектеп директоры Слямова Қанағат Жүсіповна спикер ретінде сөз сөйледі. Айта кету керек, халықаралық деңгейде өткен шараға барлығы 500 педагог қатысты. В Исканогорске при участии министра просвещения Республики Казахстан Ғани Бейсенбаева и акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сақтағанова прошла международная научно-практическая конференция «Педагогическое наследие Қанипы Бітібаевой» и актуальные вопросы казахского языка и литературы, посвященная 80-летнему юбилею академика Қанипы Бітібаевой. Среди участников также были педагоги нашей школы, а директор нашей школы Слямова Қанағат Жүсіповна выступила на столь масштабном мероприятии в качестве спикера. Всего в международной конференции приняли участие 500 педагогов. Аудандық биле-биле 2025 жыр байқауында 7-10 жас аралығында топ би номинациясы бойынша қатысқан мектебіміздің балует тобы бас жүлде алды. Жетекшісі Құрманай Ергенбай қыз. Дәл осы номинация бойынша қатысқан Ақмарал Жүсіповнаның оқушылары талантты қадамдар тобы 3-ші орын иеленді. Орта буын 10-12 жас аралығында топ би номинациясы бойынша Аяулым Ахметованың оқушылар ерекше заманауи би билеп 2-ші орыннан көрінді. Ал 15-18 жас аралығындағы топ би номинациясы бойынша үнді биін билеген өнерпаздар бас жүлдеге ие болды. Сондай-ақ жеке би номинациясы бойынша өнер көрсеткен Енілік Тұрсынова бас жүлде алды. Жетекшісі Құрманай Ергенбай қызы. Құттықтаймыз! В районном конкурсе танцоров Биле-Биле 2025 номинация «Групповой танец» среди детей от 7 до 10 лет группа «Балбебек» из нашей школы заняла гран-при. Руководитель Құрманай Садуалиева. Группа «Талантты Қадамдар» под руководительством Ақмарал Жүсіповой заняла 3-е место в той же возрастной категории и номинации. В основной категории от 10 до 12 лет группа учеников Аяулым Ахметовой с современным танцем также заняла 3-е место. В номинации «Групповой танец» среди подростков 15-18 лет участники, исполнившиеся единственный танец, стали обладателями гран-при. Руководитель Құрманай Садуалиева. Также в номинации «Соло-танец» Енілік Тұрсынова заняла гран-при. Поздравляем! Тіл халықтың жаны, ұлттың айнасы. Осыны жақсы түсінген әртүрлі ұлт өкілдеріне құралған балалар жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен тіл достықтың алтын көпірі атты аудандық байқауда жиналды. Айтылған сайысқа мектебіміздің Яна Мастерова қатысып жүлделі 2-ші орынды иеленді. Жетекшісі Айман Кудидеева. Құттықтаймыз! Язык – душа народа, зеркало нации. Это хорошо понимают дети разных национальностей, которые собрались на районном конкурсе. Язык – золотой мост дружбы, организованным молодежным ресурсным центром. В этом конкурсе приняла участие Яна Мастерова из нашей школы и заняла почетное 2-е место. Руководитель Айман Кудидаева. Поздравляем! 23 сәуір ұлттық кітап күні. Мектебімізде 8-ші А сынып оқушыларымен әдеби вернисаж, әдебиет уақыт айнасы атты шығармашылық кеш ұйымдастырылды. Бұл кештің мақсаты көркем әдебиетті насихаттау, оқушыларының оқу мәдениетін дамыту, әдебиетке деген қызығушылығын арттыру. Шараға оқушылар, ұстаздар, кітапханашылар мен ата-аналар белсенді қатысты. Шығармашылық кеш, әдеби кейіпкерлер, шеруі, кітапты тап, әдебиет бірлігі, қонақпен кездесу, кітап жүрек сырым атты бірнеше қызықты бөлімдерден тұрды. 23 апреля – Национальный день книги. В честь этого праздника в нашей школе для учащихся 8 А класса был организован творческий вечер, литературный вернисаж, литература, зеркало времени. Цель мероприятия – пропаганда художественной литературы, развитие читательской культуры и интереса к литературе. Вечер объединил учеников, учителей, библиотекарей и родителей. Программа включала в себя такие интересные разделы, как парад литературы, найди книгу, знаток литературы, встреча с гостем, книга «Испыть сердце». Мамандықтар әлемі біз таңдайтын жолдар тақырыбындағы аудандық форум өтті. Мақсаты оқушылардың кәсіби бағдарлануына қолдау көрсету. Болашақ мамандықта саналы түрде таңдауға бағыт беру.
еңбекке деген ынтасын ояту, еңбек нарығын сұранысы мен қажеттіліктерін таныстыру. Кәсіптік бағдар беру маманы Архат Романұлы. Прошел районный форум на тему «Мир профессий. Путь, который выбираем мы». Цель – оказание поддержки профессиональному самоопределению учащихся, формирование осознанного подхода к выбору будущей профессии, пробуждение интереса к труду, ознакомление с требованиями и потребностями рынка труда. Специалист по профориентации Архат Романович. Спорт жаңалықтарына келсек. Мектебіміздің қыздар арасындағы волейболдан құрама командасы аудан мектептерінің арасында өткен жарыста бірінші орын алып, ауыспалы кубок иегері аттанды. Құттықтаймыз! Что касается спортивных новостей, сборная команда нашей школы по волейболу среди девочек заняла первое место на соревнованиях между районными школами и стала обладателем переходящего кубка. Поздравляем! Осымен апта жаңалықтары тамам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. На этом новости недели завершены. До новых встреч! Приятных выходных!